Сәлем достар, сіздермен қайта қауышқан мен Смолик Кизет. Және де достар, біздегі бүгінгі видео апталық блогтың 3-ші күні, яғни айтқанда сәрсенбі. Алдыңғы күндері мен құрбыларыммен кездескен болатынмын, және де TJB-BJB-ларды жазған едім. Ал бүгін бізде қандай қызықтар күтіп тұр екен, оны алдағы уақытта көретін боламыз. Достар, мен қазір сағат 9-дан 5 кетті, және де біз бүгін ерте тұрып, кеше қадір түнінде болдық, бірақ бүгін ерте тұрдық, және де тамақтан болдық. Мен қазір өз бөлмемді жинайтын боламын, одан соң қайта жалғастыратын боламыз. Достар, мен қазір осы бөлмені жинайын деп жатырмын. Өзім бөлмемді жинап болдым. Қазір мен жайлап сыпырам, яғни сол кезде, бірақ мен оны скорость қосып, тез істегендей болып көрсететін болам. Көргендеріңізде мен жаңа ғана сыпырып болдым. Мен жаңа ғана шамдарын пұлдарын да сүртіп қойдым. Енді еститінімді қазір айтамын. Қазір 9:30 болды сағат. Мен барлығын жасап үлгердім. 9:30-ға дейін тезірек жасап бастадым. Ал енді қазір мына жер бізде сіздерге таныстырып өтейін. Бұл коридор. Неки перде, ана жерде тоңазытқыш, және гүл қоятын осындай прихожка. Енді мен достар, ал мұнда перде, гүлдері бар. Мұнда басқаша перде. Мына жақтан біздің бөлмеге кіреді. Ол жақта сіздерге көрсетпей қояйын. Себебі мен оған арнайы видео дайындап қойдым. Және де достар, біз қазір мына жерді жасайтын боламыз. Неки ана жерге шығып, сол жерді жасайтын боламыз. Бірақ мен сіздерге ол жерде жасағанды көрсете алмаймын. Мен қазір енді сыпырамын. Және де мен қазір фьюсти ішіп отырмын. Себебі кеше бізге әжеміз ақша берген болатын. Сол кезде мен бір фьюсти алдым, және де қалғанын қойып қойдым. Ал оны сіңілімнің туған күнде құртамын. Бүгін 20-сы, және де 27-сіне біз сыйлық аламыз сіңіліме. Сөйтіп 28-і күні оның туылған күні болады. Біз інім екеуміз қосылып сыйлаймыз, бірақ не сыйларымызды білмей ойланып жүрміз. Біз қазір дүкенге барамыз. Мен телефонды үйге тастап кетемін. Мен қазір қуырып жатырмын, картоп қуырып жатырмын. Анамның кішкене мазасы болмай, мен картоп қуырып жатырмын. Сіздерге кішкене бөлісіп кетейін. Бірінші қызып тұрған майға мен пиязды майдалап турап, осылай жақсылап тұрып қуырып аламыз. Қуыруға шамамен 5 немесе 7 минуттар уақыт кетеді, бірақ қызарғанын күтуге болмайды. Қызарып кетсе, картошкамызды қосып қуырған кезде бізде жабысып қалуы мүмкін. Сол себептен де 7 немесе 5 минуттай қуырасыздар. Картошканың қабығын ашып, майдалап турап, осылай қуырасыздар. Картоптың ішіне тұз сеуіп, және де кішкене осындай салат, немесе томат та бола береді. Қосып, араластырып, жақсылап тұрып қуырамыз. Өзінің қақпағын жауып қойдым. Ішінде міне су қостық кішкене. Осылай енді оның өзі пісіп, суы таусылады. Сол кезге дейін қуырасыздар. Көргендеріңізде мен картошкамды қуырып қойдым. Ол піскен кезде сіздерге көрсететін боламын. Және де біздің үйімізге Әселе құрбым келді. Біз екеуміз әңгімелесіп отырмыз. Достар, мен қазір тамақтанып болдым. Енді қазір сағат 2:30 болды. 3 болып қалдым. Ыдыстарды жуып, тазалап, енді қазір құрбыммен ойнауға бара жатырмын. Келген соң жалғастыратын боламын. Достар, мен қазір құрбымның үйінен келдім. Ал сағат қарасам 7 болып қалыпты. Біздің оның үйінде бірге жұмыс істедік, және де үйін тазаладық. Одан соң барып, ол таңертең біздің үйге келіп, біз бірге жинаған болатынбыз. Кейін оның үйіне барып жинадық та, ойнадық, кішкене теледидар қарадық. Сосын мен үйге келдім. Үйге келсем, Жанат әпкем үйде екен. Гүлжанат әпкем қазір олар білмеймін бірдеңелерді қарап, сандықтарды ақтарып жатыр, бір нәрселерді алып. Және де қазір 7 болып қалды. Мен келсем, анам мен әжем өзі екеуі шай ішіп қойыпты. Мен қазір кішкене шай ішетін боламын. Достар, мен айтып қойын, видео түсірген жоқпын бүгін. Себебі қазір 8-дерде, 9-дарда түсіремін деп отырмын. Кейін мен бұл видеоны бүгін 10-ға дейін істейтін боламын. 10-ға дейін түсіремін. Достар, қазір бізде сағат
9 болып қалдым. Біз жаңа дүкенге барып келдік. Сосын мен тістарды жудым. Солай болды. Достар, біз дүкенге не үшін бардық деп ойлайсыздар? Әрине біз сіңілімізге сыйлық алу үшін бардық. Есте екеуміз ұзақ ойландық, себебі ол жерде көп Барби қуыршақтар бар екен, басқа ештеңе жоқ. Әртүрлі қуыршақтар бар екен. Кейін біз Барби қуыршақ біздің үйде 3. Тағы басқа өзінің құрбылары да Барби алып келуі мүмкін деп, біз басқаша әдемі қуыршақ алдық. Оның көйлегі өте әдемі, бізге қатты ұнады. Және де біз бір гүл шоғын, және де біз өткеннен бері шкатулкада дайындап жүргенбіз. Соған ақ және де өте ашық күлгін түсті моншақ алдық. Жаңа алып келдік. Олар екеуі ойнап жүр. Мен ертең немесе одан кейінгі күні өзімнің сіңілімнің туылған күніне арналған сыйлық деген видео түсіріп, сол кезде сіздерге қуыршақты да, сыйлықтарды да көрсететін боламын. Бұл видео кімге қызық, сол кезде көретін боласыздар. Және де мен қазір бір видео түсірейін деп жатырмын, топ видеосын түсіремін. Содан кейін жалғастыратын боламыз. Достар, мен топ видеомды шығарып болдым. Және де достар, мен қазір блогты аяқтайын деп жатырмын. Себебі қазір 10-нан да сағат асып кетті, 10-нан асып кетті, сағат 10:30 болып қалды, 10-нан 10 кетті, яғни айтқанда. Қазір біз Кулфи көріп отырмыз. Кулфи телехикаясын мен топ видеоларын түсіріп қойдым, және де ертең шығаратын боламын. Бұл видео ұнаса лайк басыңыздар. Және де ертеңгі блог қызық болады деген ойдамын.